Сәлем оқушылар, сіздермен бай сайлау айларыңыз және де ұлы дала ұбт-да оқушымен сұхбат. Бүгін қонақта Нұрдәулет, күліп алсам болады. Нұрдәулет бізде геомат таңдаған. Қанша балл алдың? 15 балл алды. До қанша болдың? 70 болдың. 80 балл болсын. Жоқ, қанша балл? Қалай? 70-тен қанша разницасы есептейін? 45 балл, да? И 45 баллды қанша уақытта қостың? Негізі мен ең алғашқы пробналарда сол 70 алып жүрдім 42 кезінде. Соңында 115 алдым. 115 алдым. Керемет. Қаңтар ұбт-тан қанша алдың? Январскийден? 93. 70-тен 93. 20 балл ғана. 20. Неден ше? Мартта 121. 121. И потом анада 108, 115. 108, 115. Неге 120-тен түсіп қалдың? Білмеймін. Дайындал, мүмкін қаттырақ күш салып дайындалмағаннан шығар. Сен қатты күш салдың ба Мартовскийға? Иә. Типа сравнение болса. Я сол кезде мен қатты дайындалғанмын. Типа өйткені. Иә, салыстырмалы түрде айтқанда күш салып дайындалдым деп айта аламын. Сосын геомат таңдадың да? Иә. Геомат таңдағанда, жалпы мен де геомат таңдадым. Естуші оқушылар білесің да. Геомат таңдағандарға көп стереотип бар. Қайда грантқа түсейін деп жатсыңдар сендер. Грант аз ғой сендердің мамандықтарында. Қандай мамандық таңдайсың? Жалпы андай да, именно осыны айтатын адамдардың көбісі не балдар физмат таңдаған, не физика-математикадан сабақ беретін адамдар, физика-математика таңдағандар. Геоматта грант аз ғой деп. Ақыры математика таңдап жатсыңдар, физиканы таңдай салсаңдар деген. Сен болды ма сондай әңгіме? Или болды, мен мән бермедім. Неге түскің келді? Неге физмат таңдай салмадың? Смело түсетін едің. Грантқа түстің ғой, конечно, сонда. Менде басқа да вариант болды. Мысалы, аз алып қалсам, басқа да география, математикада төмен где-то 80-90 балл алған мамандықтар бар да. Соларға түсе салам деп болады. Жақсы. Бұл жерде айтып өтетін жағдай. Нұрдәулет сам по себе жақсы оқитын жігіт. Қазақ-түрік лицейінде оқиды. Көп оқушы просто андай да. Ойбай, қазір комментте шығады. 70-80 балдың өзімізді әрең алып жүріп қой деп. Ұбт-тан құдай білсін, барсақ елу алып қалады жарымыз. Сен уверен айтып отырсың да, 70-80-90 балл алсам түсетін едім. Ал кейбір оқушылар сол балға да жете алмайды. Из-за того, что физмат таңдайды. Сол дұрыс па? Енді әр адамның деңгейіне байланысты, егер оған қатты грант керек болса, физматқа барсын. Физматқа барсын. Оқимын, маған жақсы мамандық керек десе, өз қалағанына барсын. Сен бірінші мамандық таңдадың ба, пән таңдадың ба? Бірінші мен басында ойлағам физмат таңдаймын ба деп. Сосын қай жаққа барғың келді? Білмедім, маған грант басында грант маңызды болды. Содан кейін физмат таңдай беріп жүрдім 10-шы сыныптың жартысында деді. 390-да. Сөйтіп мен физиканы шамалы оқып бастап көрдім, бірақ физика қызық болмады маған. Сөйтіп өзім қарадым география, математика мамандықтарын. Сөйтіп жақсы мамандықтар бар екен, менеджмент, экономика, аудит деген. Сөйтіп маркетинг бар еще. Маркетинг. Иә. Сөйтіп қыркүйектен бастап ауыстым, геоматпен дайындалдым. Нәтиже шықты. Да? Жақсы. Геода қандай сұрақтар келеді? Примерно представление берші балдарға. География, математикада планета туралы келеді, елдің экономикасы туралы келеді, қазба байлықтар туралы келеді, аудандар туралы, мысалы мемлекеттің аудандары, және есептер келеді. Осы есептерден масштабқа байланысты. Масштаб, әртүрлі есептер бар мысалы. Тағы айта берсе көп қой. Жақсы. Ал математиканы уже ясно. Чисто есеп. Математиканы тек есеп шығару керек, тақырып үйрену керек, есеп шығару керек, тақырып есеп. Мына зат қиын болды ма? Көбісі айтады да, физмат пен геомат таңдайтындар именно математикада есеп шығару уақыт көбірек кетеді ғой. Содан қашып басқа пән таңдайтындар бар ғой. Қанша уақыт кетті ұбт-та? Типа вообще мынанша сағат берді. Я қанша уақытында математика шығаруларынан нағыз ұбт-та? Мен былай болды, негізі ұбт-ға кіргенде, мен былай кімдер бар ғой, адамдар болады ғой, мен басталса, пәнді соңынан аяқтап тастадым. Мен кірдім бірінші, тарихын қарадым, 3-4 сұрақты оңай екен белгілеп тастадым. Сөйтіп басқа пәнге барып, оңай сұрақтарды мен жасап өтіп кете бердім. Бір пәнде отырып қалмам көп уақыт. Сөйтіп математикада мен уақыт санамадым. Но көп кеткен жоқ па? Например, егер математикамен оқу сауаттылығын сарыстырсаң, обязательно оқу сауатты сразу, типа тез істеп тастайсың. А математика көбірек ойлану қажет деген сияқты. Былай бір есепте көп уақыт отырған болмады. Бір есепке мен құртсам максимум 4-5 минут құртам, одан артық жоқ. Все, жақсы. Енді мына сұрақ. Гео қиын болды ма, математика қиын болды ма енді? Маған негізі өзім есепке жақсы болғандықтан, маған математика оңайырақ болды. Өйткені мен математикадан 45-тен 40 балл алдым.
маған математика өзім шығарғанда маған рахат, өзім кайфовать етесіз. кайфовать етіп шығарып отырдым да, Аха. сөйтіп маған қатты қиындық білінбеді. Ал географиядан жаттайтын нәрсе бар. Негізі көп адамдар айтады география қызық қой дейді, маған Иә. өзіме ол қатты қызық болмады. Аха. Математика қызық болды, математикадан жоғары болды. Сен мамандығың үшін қызық емес болса да сол нені таңдап грантқа түстің. Иә. Зато сол мамандық иесі болғың келеді да. Иә. Цель сондай. Жақсы, қай жаққа грантқа түстің? ЕНУ. ЕНУ-ға? Неге ЕНУ? Неге Астана вообще? Соны айтшы. Маған осы Астанада тұрамын, Астанада қаламын деген Ұнайды басында да? шешім болды. Все, керемет. Алматы ұнамай ма? Енді оның себептері бар. А. Айтып керек емес деп ойлаймын. Все, жақсы. Жай просто ана көп сұрайды да, Астана, Алматы деп көбінесе опрос қояды. Көбісі Алматыға түсіп жатыр ғой. Иә. Сол оқушыларға айтқым келетіні, сен енді мамандығына ең проходной балл қанша болды? Кадастрға ең төмені ма? Иә. Мен түскен мамандыққа ма? Сен түскен мамандыққа жалпы кадастр қанша болды? Соны айтшы бірінші. Оны нақты білмеймін, бірақ 80-90 болу керек. 80-90 болды. Сен мамандығына 116. алдыңғы жылмен салыстырғанда бірдей болып тұр ма? 10 балл өсіп кетті. 10 балл өсіп кетті. Иә. Не үшін деп ойлайсың себебі? Бірінші менің ойымша 2 попыткадан, Екі попытка. 2 рет тапсырғаннан, екіншісі сливтар шығып кетті олар. Көбісі айтады, сенбеңдер, келмейді дейді, бірақ келеді олар. Кейбір оқушыларға, мысалы географияның жартысы келді дегенде ғой. Слив келді ма саған жалпы? Келді, бірақ көп емес. Көп емес. Тарихтан 45 сұрақтан, 35 сұрақтан қанша келді? бір 4-5 сұрақ келді. 4-5 сұрақ келді. Но 4-5 сұрақтың өзі 4-5 балл ғой. Иә. Например. Кейбір 2 баллықтан да келгендер. Иә. Просто андай да, егер 4-5 балл грантқа жетпей қалса, прикинь, сен грантқа Обидно түспейсің. болады. Иә, обидно ғой. Так что ана затты айтқым келеді да оқушыларға. Жан жақты болуы и функциональный болуы. Типа, тек былай емес, тек мен жақтаймын, жоқ демей. Бәрін ала беру керек. И қандай способ бар, бәрін дайындалу керек. Бір конкретный способ бар ма? Математиканы неге сен жақсы көрдің деп қойсам ыңғайсыз ба? Маған бұрыннан ұнайды. Бұрыннан ұнайды да. Географияға вот ұнамайтын пәнге дайындалу қалай? Соны айтып берші. Өзіне қызық емес. База жоқ, бәрі ойбай қызық Негізі екен. қызық болып кетеді, бірақ ол шектен шыққаннан кейін мен мысалы математикаға көп уақытымды құртатын едім да, бастапқы уақытта. Ал географияны мен шынымды айтсам жаңа жылға дейін оқымадым. Жаңа жылдан кейін аз алдым географиядан, 22 ма сондай. Одан кейін барып уже 45-тен 22 алдым. сөйтіп оқи бастадым географияны. Енді өзімді қинап оқыдым географияны, шыны керек. Сөйтіп сол мысалы мен математикадан тақырыптардың барлығын көріп есептеуін шығардым да. Ал географиядан мысалы бастаймын да, бірінші тақырыпты, екінші тақырыпты көріп, где-то бір 7-8 тақырыпқа келгенде мен ары қарай көргім келмейді. Солай да. И соны қалай преодолеть еттің дейді ғой? Қалай соны аттап өттің, қалай соны жоя білдің? Отырып жаттым тесттер. Тупо. Басқа ештеңе. Сөйту керек. Болмаса да бар. Егер пән ұнамайтын болса, отырып тест жаттау керек. Тақырыптар бәрібір пән ұнамайтын болса, тақырыпты қызық көрмейді да, бүйтіп қиналып көреді, ол бәрібір басына ештеңе бармайды ғой. Все, түсіндім. Жақсы. Квиз, тест, пробный апта сайын өсіп отырдың ба? Иә, квиз жақсы көмектесті маған. Мысалы, тарихтан өте көп көмектейді квиздің. Квиз жайлы айтып берші, оқушылар. Квиз Қалжан ағайдың өзінің квизі бар барлық тақырыпқа. Оны мысалы тақырыпты көріп алып, квиз жасайтын болса өте пайдалы, үлкен пайдасы тиеді. Мен солай балым да өсті деп айта аламын. Географиядан да квиздар болды, оларды да жасадым. Ол да көмектесті. Но мына затты сұрап ойлайды. Например, географияда представим 15 балл деп, тоже тарихта 15 балл ғой. И қайсысынан көп алатын едің? Екеуінде де квиз болса. Тарихтан. Тарихтан да? Неге? Тарих қызық маған. Тарих қызық. Жақсы. ЕНТтан географиядан қанша балл алдың сен? Екіншісінен 28. 28. 45-тен 28. Ана жақта 22. Мартта 22, наурызда 35. Себебін айтам қалай 35 болған. Ал екінші ентіде 25, бірінші ентіде 25, екіншісінде 28. Иә, себебін айтшы енді. Неге 35-тен 28-ге түстің? 35 біріншіден нұсқам өте оңай болды. Мен қайталап сол ОБТ-ға 2-3 күн қалғанда келген оққан сұрақтарым келді. Бәрі. Почти. Бәрі емес. Прикинь енді, қараш, 45-тен 35 алып тұрсың. 10 сұрақтар жағда. И оны ана 40-тан кейін 2 балдық деп қарайтын болсаң, 5 сұрақ қой, дұрыс жауап бермеген. Просто сол нұсқа повезло да саған. Мен сол айтуға да болатын шығар. Жақсы. Есептер көп болды.
есептер көп па? И еще саған ұнайды есеп шығарғанда. Есеп шығару оңай есептер ғой. Все, жақсы. Мына оқушыларға не айтасың? Көбінесе бізге неше түрлі жазатыны бар. Ағай геомат таңдайын ба, биохим таңдайын ба, ағай физмат таңдайын ба деп. Әрине жаңа айттың, кімге не керек, соны таңдасын. Бірінші мамандық, менің ойымша, былай мамандықтан бұрын өзінің қабілетін білу керек. Егер адам есеп шығара алатын болса, есеп ұнайтын болса, мен сол жаққа барған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені мысалы физматтың мамандықтары да сондай ғой, есепке қатысы бар. Сондай, ал биохим болса, өзіне ұнайтын болса, дальше мамандығы да сол бағытта кетеді ғой, соны таңдасын. Сосын тағы бір айтар кеңесім, қатты қорқыныш керек емес. Мен біріншісінен 108 алдым. Сол кезде қатты қорықтым мен. Вот қобалжу жағын айтып берші. Типа бір күні ұмытып қалғанда не істедің? 15 маусым тапсырдым біріншісін. Сол күні саған дейін бір күн алдым, қатты қорқып жүрмін. Типа қандай болар егер? Азалып қалсам ше. Азалып қалсам, мен грантқа кадастрға түсіп кетсем ше, кадастр вариант бой ғой былай айтқанда. Соған түсіп кетіп, қалай болады екен, не болады екен деп, сондай ойлар келді. Менде андай болған, ұбт-ға бір күн қалғанда. Мен 120 алдым айтпақшы, геомат таңдадым. Үйдегілерге айттым. Мен азалып қалсам енді ренжімеңдер, обидаларың жоқ шығар маған деп. Сондай бір андай алдын ала ескерту болды да, и ана бүкіл кейбір пропустить еткен моменттер бар ғой, мына тақырыпты оқымай қалдым. Алдында ана конспект тұршы. И соның бәрі естетсе, тупо жатасың ғой соны ойлап. Менде сондай қорқыныш болған. Сосын екінші ұбт-та сол қорқынышты қалай жеңдің? Болды ма? Шынымды айтсам, бірінші ұбт-дан кейін былай жеңілдеп қалдым. 108 алдым, жеңілдеп қалдым, не екенін білмей, өйткені ол балл менің мамандығыма да жетпеді да. Мен екінші попыткаға дейін былай күш салып дайындалмадым. Шынымды айтсам, мен спокойно күніне 1 сағат, 2 сағат басқа уақыттарда қыдырып жүрдім, басқа да сондай жұмыстармен айналыстым. Былай мен бірінші попыткадан екінші попыткаға дейін былай қатты күш салмадым. Соңғы 2 күнде оқығанша. 2 күнде оқыған көмектесті ма? Сен ойлайсың ба егер? Ана усиленно күніге 2 сағаттан емес, күніге, например, 5 сағаттан дайындалсаң, 115-тен көп алатын ба деп. Значит, көп дайындалсаң, көп алады. Это закономерность. Мен өзім дайындалғаныма қарай балл алдым ғой негізі. Типа ризасың да әйтеуір? Типа андай обида жоқ. Ой, тест-центр деген андай, сұрақ дұрыс құралмаған, мен негізі қатты дайындалып едім, не то сұрақтар келіп қалды деген, ондай болған жоқ. Дайындалдым, алдым. Мен грантқа түстім, қалаған мамандығым. Жеңіп тұрмын ғой, былай. Жеңген адам претензиясы болмайтын шығар олар. Жақсы, керемет. В принципе, жақсы, ЕНУ-ға түстің да? Өзің таңдадың ба ЕНУ-ді? Маған ата-анам таңдау пәнде де, мамандықта да, университетте де барлығын өзің таңдайды. Қайда түскің келеді сол жерде. Саған таңдау еді? Маған таңдау. Сен таңдадың? Мысалы, ата-аналар көретін шығар. Көреді, иә. Ата-аналар көрсе, бірінші баладан сұрамыз қайда түскісі келеді. Сосын барып өзінің ойын айтсын. Егер бала мысалы білмейтін болса, ол кезде ақылдасын. Балаға мынаны таңдайсың, точка деп айту дұрыс емес деп ойлаймын. Өйткені ол өзі қалап тұрмаса, ол шын ниетімен дайындалмайды да, нәтиже болмауы мүмкін. Все түсіндім. В принципе, жақсы ашылды деп ойлаймын. Именно геомат тақырыбы, не гео, не физмат емес деген сияқты. Сол тағы айтарым бар ма оқушыларға? Жүйелі дайындалыңдар. Жүйелі деген күніге қанша сағат соны айтшы? 1,5-2 сағат. Типа андай айтшы. Вот, міне күніге мынанша сағат үзбей, мынанша уақытта демалып, мынанша уақытта тұрып, конспект жазып жаттасаңдар, мынанша балл гарантия деген сияқты. Формула. Күніне жаңа жылға дейін где-то бір күніне 2 сағат, 1,5-2 сағат дайындалыңдар. Сөйтіп жаңа жылдағы нәтижелерін көресіңдер ғой. Нәтиже ұнаса, солай жүре беріңдер ары қарай. Тағы да көтеріледі ғой енді, тағы да сол қалыппен баратын болса. Ал нәтиже ұнамаса, уақыт көбейтіңдер. Бүкіл ойларың уже ентіда болсын. Басқа нәрсе ойламаңдар. Жақсы. Мына зат болды ма? Желание кетіп қалу, мотивация кетіп қалу. Не істедің? Басқа нәрсемен айналыстым. Жоқ, андай по-любому ұбт-ға дайындалып, андай кетіп қаласың да, қайттан келдің ғой по-любому сол жылға. Келу қиын болды ма? Андай ғой, тастап кетесің, ұзақ жүріп қаласың солай. Бір аптадай жүрген кезім болды. Сосын қайттан дайындыққа отырасың. Ол кезде мен резко ой келіп қалады. Мен енді туралы уже грантқа түсіп, енді адам өзі ойлайды ғой. Грантқа түспеген кезім, сол кезде мысалы ойлаймын, алдағы уақытта грантқа түспедім, не болады, не істеймін мен. Сол ойлар қайта болып келді.
грантқа түспеймін не болады, платныйға оқысам қанша болады деген ой ма? Платныйға оқысаң сен мамандығың қанша білесің ба? Экономика. 1.150.000. 1.150.000. Осыны білдің сен. Мен 1.150.000 білмеймін, әйтеуір миллионнан аса екенін білдім ғой примерно. И типа қазір андай қуанып отырсың ба? Көте қуанып отыр. Ата-анам да қуанып отыр, мен де қуанып отырмын. Все керемет. Иә, керемет, в принципе. Сосын тағы бір андай бар ма? Мына сұрақты қойсаңыз күшті болушы еді деген сияқты. Оқушылар осыны естігісі келеді деп. Сен 11 оққанда нені білгің келдің? Бітіріп кеткен балалардың. Қалай дұрыс дайындалды? Банальный сұрақ, бірақ қалай дұрыс дайындалу керек? Қандай жүйемен дайындалу керек? Қандай курсқа бару керек? Курс таңдаудан қателестім деп ойламайсың ба? Мен ағай айтып отырмын ғой, грантқа түстім, мен жеңдім, мен ешкімге ондай. Обидан жоқ, риза. Бәріне ризамын. Маған көмектескен осы ОБТ-ға көмектескен адам бәріне ризамын. Все керемет. В общем, көріңдер ма? Бізге келсеңдер риза боласыңдар. Курсқа жазылыңдар, сізбен. Аха. Сосын сен мұғалім баласың ғой еще? Иә. Сол да көмектесіз ме? Неге көмектесу керек? Ой, стереотип бар ғой адамдарда, мұғалім баласы ғой. Иә, стереотип бар. Но бірақ мен мамам тарихтан береді, бәрі ойлайды, сен тарихты қатты білетін шығарсың, тарихтан жақсы бала аласың ғой, оқымай-ақ қойсай дегендей қылады. Но бірақ типа олар ойлай ма? Мен анам мұғалімбіз, үйде отырып бәріміз тарих оқимыз деп, бәрі сөйтіп ойлайтын сияқты да, бәріміз жиналып. Ондай емес. Анам мұғалім, оныңдай маған көмек бар шығар, бірақ білім жағынан емес, басқалай көмегі бар да. Мысалы, мамам былай айтып отыр, сабағыңды былай оқы, сондай көмегі бар, бірақ именно сабақ жағынан емес та. Все түсіндім. Поддержка дейсің ғой, да? Поддержка. Аха. Сосын мына математикаға қабілеті жоқ балдарға не істеу керек? Қабілет ашылып кетеді. Еще ана зат бар ғой, маған жорстық келді, сол зат енді есіме түсіп отыр. Бізге айтады да, ағай сіздерде ұл балдар оқи ма деп. И ұлдар білесің ғой, ұялшақ болып келеді. Ана қасындағы достарынан, ағай, қазір балдар, айтамын да, мен қатысып жүрсің ба, бала алып жүрмін. Жақсы алып жүрмін. Енді класстастарына айтшы, класстастарың да қатыссын бізге. Номерлерін бер біздің деп. Айтам ғой, олар приколға айналдырып жібереді дейді да. Осы ортаның дұрыс еместігі ма әлде? Ортаның дұрыс еместігі. Мен сыныптастарымда ортаға жақсы дайындалдым. Мен бірге жүріп, енді бірге дайындалдық қой бұл айтқанда. Бірақ олар басқа курста болды. Бірге дайындалдық, бәріміз бірге күнде мысалы сұрақтар шешіп, звонок бірге групповой чаттар ашып, көмектесіп, сондай да болды. Мысалы, Zoom ашамызда 4 бала, 5-6 бала кіріп есеп шығарамыз, бірге шешіп. Сол достарымды жақсы әсер етті. Орта әсер етті. Все жақсы. Осындай сұрақ келеді, и маған андай келеді. Сол ұлдар тығылып жазғанда, андай олар комментке жаза алмайды да, сұрақтарын. Ол жекеге қояды олар. Ағай, ұлдар бар ма дайындалып отқан, вроде чатқа кірсем бәрі қыздар сияқты деп. Но көп емес, мойындаймыз. Ұлдар азырақ дайындалады, қыздар көп, бірақ дайындалатын ұл болса дайындауға дайынбыз. И курс бізде қыз ұл болып бөлінбейді, осыны айтқымыз келеді. Менде матсада бір тақырып бар, қиын, комбинаторика дейді. Менде мартта да, бірінші, екінші ентуда да матса 14 болды. 15-ге жете алмадым, из-за того, что комбинаторика. 15 қаңтарда 15 болды. Қаңтарда. Ал қалған соңғы үшеуінде бәрінде 14 болды. Екеуі комбинаторика, біреуі бір не табу. Аудан табу ма, периметр ма табу. Шамал қиындау болды. Соны тереңірек оқысын ба оқушылар? Енді күні түні сол комбинаторика оқы демеймін, оқып көрсін, тырысып көрсін оқуға, тақырып түсіне алса, мысалы бір 2 күн бөлсін комбинаториканы үйренемін деп, 2 күн бойы оқысын, есеп шығарсын, 2 күнде үйренсе бұл молодец, ал 2 күнде үйренем десе, бір тақырыпты көп уақыт құртып керек емес шығар. Все түсіндім. Типа қараңыз, матсауда бір балл үшін күрескенше ана жақта барып, таңдау кәңгіден барып дайындалсыш, 2 балл, 3 балл, ол жақта қиындау ғой енді, балл да көп. Иә. Жоқ, бірақ и басқа сұрақтар да бар ғой. Оңайда адам жасын анықтау, ең көп ең ашар алу, кітап бетін анықтау деген қатты қиын тақырыптар емес қой матсауаттықтан. Соны да тез меңгеріп алуға болады. Математикадан қиналған тақырып бар ма есептен? Болды, иә. Қай тақырыптан қиналған? Геометрия. Тригонометрияда маған теңсіздік қиын болды. Но бірақ мен ентіда теңсіздіктің 2 баллдықтан келді, бәрі нормально дұрыс жасадым. Дұрыс жасадың, да? Геометрия маған қиын болды да, мен басында түсінбейтін едім да, қалай былай шығады. Ана 20-дан 25-ге дейінгі айтып берші. Контекст па? Контекст. Ықтималдық келді математикадан. Ықтималдық келді.
енді оны мен бастапқы контекстта бастапқы 1, 2, 3 сұрақ оңай болады ғой. Даже 4 пен 5 шамалы қиындау болады да. Менде 1, 2, 3 дұрыс болып, 4 пен 5 біреу дұрыс, біреу қате болды. Примерно осы болады ау деп басқанмын. Түсіндім. Сөйтіп мен математика таңдап жатқандарға маған енді геометрия басында қиын болды, мен түсіне алмадым да. Сөйтіп соңына уже бүкіл тақырыптарды өтіп есептерін шығара бастағанда мен уже түсіне бастадым. Бүкіл формулалар бір-біріне келеді да. Мысалы бір формула кәдімгі бір-бірімен үлкен андай несі бар екен. Соотношение? Иә, сондай бар екен. Сол енді мен сол формулалардың түсінгеннен кейін маған геометрия оңай болып кетті. Керемет. Геометрияны тереңірек оқу керек па оқушыларға, значит? Енді тақырып бойынша оқысын. Жалпы математика таңдайтындардың қиналады да геометрияны. Иә. Больная точка. Иә. Все жақсы түсінікті. Географиядан қандай бір андай мына тақырыпқа көп көңіл бөліңдер деген сияқты. Комбинаторика жаңағы геометрия. Географияны ақыл бере алмайсыз сияқты. Неге? Өзім алсалдым. Жақсы түсінікті. Сол, в принципе, в общем, оқушылар жақсы сұхбат болды деп ойлаймын. Әдемі бір ашалдық тақырыпты. Бүгін бізде қонақта болған Евразия ұлттық университетіне грантқа түскен экономика факультетіне Нұрдәулет, рахмет үлкен сұхбатқа келіскеніне. Оқушылар вроде жақсы қабылдайды деп ойлаймын. Еще олсын, сен қыздар көп жасады. Жақсы, я инстаграм белгілейміз. Тіке жазатын болады, комментке жазыңыздар, қандай сұрақтарды ашайық. Рахмет, сау болыңыздар. Ал оқушылар, сұхбаттың сонда бірдеме ойнатайық оқушыларға. Не ойнатамыз? 1 жылдық курс. 1 жылдық курс деп айтып отыр Нұрдәулет енді. Шлей енді ондай болмай-ақ қойсын. Курстың құнын түсірмейік. Көп адам ақша алып жатыр. Сен өзің бізге қанша теңге төледің? Есімде жоқ. Нормально ақша төледің ғой да? Иә. Неше ай бойы қатыстың? Сентябрьден бері ендіға дейін. Міне, ай сайын төледің де еще? Вообще төлей салдың ба? Все, жақсы. Енді оқушылар, мына зат комментке әдемі осы сұхбатымыздан отрывок не болмаса бір әдемі цитата, сөз, бір сіздерге әсер еткен сөйлі болады ғой жалпы, суть интервьюдің. Соны жазған адам и көп лайк жинаған. Андай комменттер жатпайды, Аллаға шүкірде коммент бас, лайк бас деген сияқты. Ондай жатпайды. Чисто кемінде 2 сөйлем, 10 сөзден тұратын комментарий. Кімде көп жинайды, сол оқушыға 5000 теңге Каспий Голдына бірден жібереміз, и оны сториске салатын боламыз. Сол қалай шарт? Шарт жаңағы жоқ, әдемі. Олдалаға тіркелу керек та? Давай тіркелсін, я. Ондай болмаған мен. Сторисқа салу керек па? Сторисқа салсын, я. Сосын жазсын да. Сол үшеуі. Жерде жатқан 5000 теңге жоқ. В принципе, оқушылар үшін нормальный ақша деп ойлаймын. Рахмет. Давайте күтем комменттеріңізді. Сау болыңыздар.